Қайырлы күн оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Ләйлә Сұлтанқызының кітабының бірі менің екінші кітабым деп аталады. Сол кітаптағы әжеммен қоштасу атты тақырыбын оқығым келіп отыр. Бұл жерде әжесі Меккеге барған, сол жерде қалып қойған туралы болады. Ал кеттік. 2 жыл бұрын біздің атақты Ақтұйғын әжеміз қажылыққа 2-ші рет барды. Келіні, қызы, құдалары бар. Адам көп, күн ыстық. Қағбаға маңдай тигізейік деп кезекке тұрады. Ығы-жығы. Әжеміз жүрегім қысылды, шығайық дейді келіні. Сәл шыда, бүгін тигізбесек, ертеңдері тіпті мүмкін болмай кетеді дейді. Содан қағбаны 7 рет айналады. Анау сағаттың түбінде кездесейік деген уағдалы уақытта шықса, кемпір жоқ. Жоғалып кетеді. Бәрі іздейді. Жоқ. Құдалар шаршап, жаяулатып қонақ үйге тартады. Келіні мен қызы ұйықтамай, түнімен іздейді. Жылап еңіреп жүр. 1 күн жоқ, 2 күн жоқ, 1 жеті өтті. Қажылыққа барғандар елге оралды. Арабияға күнде телефон соғамыз. Біз елшіден хабар күтеміз, елші полициядан хабар күтеді. Ақырында мен айттым. Олай болса, Құдай тарата берейік. Әжеміздің өлгені анық, 7-сін өткізейік, дедім. Солай 1,5 ай өтті. Ең қызығы, тірі келді ғой. 85-тегі қай кемпір қажылыққа барып, 1,5 ай мешітте құр қара сумен отырып, киім ауыстырмай шыдайды. Тек ол ғана. Келгеннен кейін қыз бен келіннің іздеп жүргенін көрдім, дейді. Неткен қатты адам. Жылап, еңіреп іздеп жүр. Бұл оларға қарап, тапжылмай отыр. Сондағы шынайы мақсаты әрбір мұсылман тілейтін жұмаққа барғысы келді. Сол үшін Меккеде көз жұмуды армандады. Болмады, қайтып келді. Ал біз мына жақта қайда шығарымызды, қайдан іздерімізді білмей дал болдық. Меккеде қажылық кезінде мыңдаған адам өмірден өтеді. Таппаймыз. Деп едік, табылды. Әбден шаршаған кезде Қазақстанның футболкасын киген бір баланы көріп қалған ғой. Сол жігітке айғай салады. Балам, балам. Ал ол жігіт кекеш екен. Бірін-бірі түсініп болмайды. Әйтеуір үйге аман есен жетті. Содан кейін әжеміздің рейтингісі өсті. Жиын тойларда әңгіменің басы біздің әжемізге тіреледі. Мына Ақтұйғын деген апамыз Меккеде жоғалып кеткен. Тәйт, дейді апамыз жұлып алғандай отты көздерін жарқ еткізіп. Мынау ғой мені жоғалды деп жүрген. Менің байғұс шешемді көрсетеді. Мен жоғалған жоқпын, әдейі қалғам, дейді әжем. 4 баласын жерледі. Ана үшін бұл ең үлкен қасірет. Не деген мықтылық. Таң қаламын. Көзінен жас шығармайды. Сөйтіп бала шағасының қасында 88-ге келіп қайтыс болды. Ол кісі қайтқанда ерекше жылаған 2 адам болды. Менің шешем мен келіні. Той деп жатады ғой. 100-ге келсе де, кәрі болса да той деп айтуға болмайды екен. Көңіл қимайды ғой шіркін. Әже, осы дүниеге әкемді әкелгенің үшін, мені қайрап өсіргенің үшін, мені іштей өте жақсы көргенің үшін алдыңда басым дейіп рахмет айтамын. Дәл қазір осы сөздерді егіле жазып отырмын. Сағынамын, құшақтағым келеді. Енді кеш. Мен қазір қызды болғым келеді. Ол Ақтұйғынға ұқсаса екен деймін. Өжет, ерекше, қылықты.
соңы өте әсерлі біткен. Алла тағала ол кісіні алла рахымына алсын. Қолдап, лайк басып, коммент жазып қойыңыздар.